Қазақстандағы инклюзивті білім беруге шолу. Қазақстанда инклюзивті білім беру жүйесі даму мүмкіндіктері шектеулі балаларға білім алуға тең құқықтарды қамтамасыз етуге бағытталған. 2010-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламада инклюзивті білім беруді дамыту мәселелері көрсетілген. Республикада 166 балабақшада 2375 бала инклюзивті білім алуда, ал арнайы топтар мен балабақшаларда 10824 бала тәрбиеленуде. Мүмкіндігі шектеулі балаларға түзету педагогикалық қолдау көрсету үшін 129 психологиялық педагогикалық түзету кабинеттері қызмет атқарады. 2020 жылға дейін кедергісіз аймақтар құру, арнайы компенсаторлық құралдар мен жабдықтау және қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру жоспарланған. жылы қабылданған мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медицина педагогикалық тұрғыдан қолдау туралы заң инклюзивті білім берудің негізін қалады. Бүгінгі таңда елімізде мүмкіндігі шектеулі 138 мың бала бар, олардың 44 773 мектепке дейінгі жаста. Негізгі мәселелердің бірі қоғамның теріс көзқарасын өзгерту және педагогтарды арнайы әдістемелермен қамтамасыз ету. Инклюзивті білім беру жүйесін дамыту үшін білікті мамандарды даярлау маңызды болып табылады.